Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы саяхат, оның түрлері. Осы сабақта жүзеге асатын оқу мақсаттары энциклопедиялар, газет-журналдардан қажетті ақпарат алу, төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің тыныс белгілерін дұрыс қолдану. Оқу мақсатында көрсетілгендей, мен өздеріңе балалар энциклопедиясынан әлем саяхатшылары туралы ақпарат ұсынғалы отырмын. Ақпаратты мұқият тыңдаймыз, мен мәтінді толық оқып шығамын. Жер шарында көптеген елді мекендер, аралдар, өзендер мен көлдер, теңіздер бар. Оларға берілген атаулар сол жерге саяхат жасап, зерттеу жұмыстарын жүргізген атақты саяхатшылардың есімдерімен тығыз байланысты. Солардың қатарына Христофор Колумб, Фернандо Магеллан, Америка Веспуччи сынды атақты саяхатшыларды жатқызуға болады. Христофор Колумб еуропалықтарға Америка құрлығын ашқан атақты теңізші. Ол 1451 жылы Италияның Генуя қаласында тоқмашының отбасында дүниеге келген. Жастайынан теңіз саудасымен айналысқан Колумб Гвинеяға дейін сапар шегеді. Кейіннен Португалия короліне Үндістанға бару жобасын ұсынады. Алайда Португалия королі жобаны қабылдамаған соң, Колумб Испанияға кетеді. Ол күзде орталық Америкадағы Сан-Сальвадор, Куба, Ганти аралдарын ашады. Ол бүкіл ғұмырында 4 рет экспедицияға шыққан. Фернандо Магеллан 1480-1521 жылдар аралығында өмір сүрген Португалияның теңіз саяхатшысы. Ол ең бірінші болып теңіз жолымен жер шарын айналып шыққан. Ол өзінің экспедицияларында Атлант мұхиты арқылы оңтүстік Американың шығыс жағалауларына жетеді. Фернандо Магелланның құрлық пен отты жер аралы арасында ашқан бұғазы қазірде Магеллан бұғазы деп аталады. Америка Веспуччи теңіз саяхатшысы. Ол 1454 жылы Италиядағы Флоренция қаласында дүниеге келген. Веспуччи алғашқы саяхатын Канар аралдарына жасайды. Веспуччидің алғашқы теңізге саяхаты 1497 жылы жасалды. Қазіргі Америка мемлекетінің атауы Веспуччидің есімімен тікелей байланысты. Тапсырма нөмірі 1, мәтіндегі мәліметтер бойынша хронологиялық кесте толтырыңдар. Ал енді балалар, төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің тыныс белгілерін орынды қолдануға назар аударайық. Жазуда төл сөз автор сөзінен арнаулы тыныс белгілері арқылы бөлінеді. Төл сөздің тыныс белгілері автор сөзі мен төл сөздің орын тәртібіне және төл сөзді сөйлемнің хабарлы, сұраулы, лепті және бұйрықты болуына қарай әртүрлі қойылады. Төл сөз автор сөзінен бұрын орналасса, төл сөз тырнақшаға алынады. Не оның алдынан сызықша қойылады да, төл сөз бас әріптен басталып жазылады. Соңына, егер ол хабарлы сөйлем болса, тырнақшаның сыртынан үтір қойылады, ал сұраулы сөйлем болса, сұрау белгісі, лепті немесе ерекше леппен айтылған бұйрықты сөйлем болса, леп белгісі қойылады да, одан кейін автор сөзінің алдынан сызықша қойылады. Мысалы, бақытыңнан айналдым, балаша қуанған ақ ботам, деп Дәмет бәйбіше өз қуанышын көз жасымен білдірді. Төл сөз автор сөзінен кейін тұрса, автор сөзінен соң қос нүкте қойылады, одан кейінгі төл сөз тырнақшаға алынады, не алдынан сызықша қойылады. Мысалы, Міржақып Дулатов білмегенді біле бер деген. Тапсырма нөмірі 2. Балалар, мұнда бізге тыныс белгілері қойылмаған сөйлемдер мысалға берілген. Жоғарыдағы ережелерге сәйкес тыныс белгілерін қойып шығамыз.